Аламның сыймығы болған Азіреті Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламды шылдыңдаған киши. Bir қапыр, мысқылдау мақсатында пайғамбарымыз Азіреті Мұхаммадтен саллаллаху алейхи вассалам атын айтып, мұрдын чүйрейді. Миығынан күліп жаман ниетін білдіреді. Бирок, ал ошол улуу ысымды айтып жатқанда, жерге жығылып, озы қишайған бойдан қатып қалады. Ушындан улам, абдан қайғырып Алланың елчісіне келеді. Мұхаммад, мені кечір, мен сабатсыз түркөй болғаныман, сенен ысымыңды атап шылдың қылдым. А бирок, чынығы шылдың болчу киши мен екенімді түшіндім дейді. Құдай Таала біреунің ар намысын, кемчилигин көрсетүүнү кааласа, анын дилине таза адамдарды сындоо каалоосун берет. Егер Алла Таала біреунің кемчилигин жаап жашырууну кааласа, андай кишилер напсинин азгыроосу менен кирдеген, күнөөкөр кишилердин дагы кемчиликтерин көрбөйт. Көрсе да эч кимге айтпайт. Арамдыктын эң жаманы акыйкатсыздык менен мусулмандын намысын, руханий дүйнөсүн тепсөө. Хадис. Жашоодо дөөдүрлөр болгонуна да шүгүр. Аларды көрбөсөк биз да дөөдүрүп жүрмөкпүз. Ойланбылайык. Адамдын адамдык касиети жаңылышат. А теңир кечиримдүү. Александр Поп. Атына жараша заты. Макал. Бұл баян Мевляна Жалалидин Руминин Месневи тандалған хикаялар жана учкул сөздөр китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.